Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Бұл өзінің қызметтік өкілеттігін игіліктер алу үшін заңсыз пайдалану. Сонымен қатар белгілі бір лауазымды орынды немесе қызметті параға сатып алу. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауапты қылмыстық кодекстер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстер көзделген. Біз құқықтық мемлекетте өмір сүру үшін барлығымыз саналы болуымыз керек. Егер де сіз сыбайлас жемқорлыққа қатысты іске тап болсаңыз, не істеу керек? Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне хабарласа аласыз. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе жәрдем көрсететін адам мемлекеттің қорғауында болады және Қазақстан Республикасының үкіметі белгіленген тәртіппен көтермеленеді. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық фактісі туралы жалған ақпарат берген адам заңға сәйкес жауаптылыққа жатады. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз.